Dostlar, bizde bugün cooking videosu bo'ladi. Obloshkadan da o'zlaringiz ko'rib turibsizlar. Biz bugün pankeyka жасайтын bo'lamiz. Men Qaraqat, ol sabaqda. Endi hozir men kichkintoy singlimмен birga жасайтын bo'laman. Осы retseptdan жасасаңыздар pankeklaringiz kuchli bo'lib chiqadi. Al ketdik, so'zbay tezroq boshlayiq. Kuxnyaga keldim. Endi hozir sizlarga retseptlarni aytатын bo'laman. Dostlar, meniki bizga осындай ыдыс, 2 жұмыртқа, қант, тұз, май, сүт, он керек. Және достар, разрыхлитель теста ұмытпаймыз. Содан соң осындай венчик керек. Егер осындай венчик жоқ болса, сіздерге вилка алуға болады. Сосын осындай нанды өткізгіш, және де үлкен қасық қажет болады. Ең алдымен 2 жұмыртқаны жарамыз. Міне 2 жұмыртқаны жарып алдым. Енді әлі араластырмаймыз. Енді бізге 5 қасық, 5 үлкен қасық қант салу керек. Міне соңғысы 5 қасық салдым. Енді осы венчиктің көмегімен араластырамыз. Осылай көпіргенше араластырамыз. Енді шым-шым тұз қосамыз, кішкентай қолымыздың ұшымен. Және де 2 үлкен қасық май құямыз. Және де 200 миллилитр сүт құямыз. Міне мен осылай бутылка арқылы өлшеп алдым. Бұл негізі 1 толған кесе. Мінекей. Бұны араластырамыз. Міне осылай араластырамыз. Біз үстіне қазір ұн қосамыз. Енді біз 12-13 қасық ұн алып аламыз. Көз мөлшермен алып алдым. Сіздер новичок болып солай істей алмасаңыздар көз мөлшермен, онда 12-13 қасық ұн қосу керексіздер. Біз бұл ұнды бөліп қосу керекпіз бөліктерге. Егер біз өткізбесек, илегіштен, сүзгіштен үйлі, а то бізде комочка болып қалады. Осы кезде уже сковородкамызды қоса береміз. Достар, мен баяу отқа қыздырып қойдым. Енді әлі араластыра береміз. Бұл осы тестамыз біздің қалай болу керектігін көрсетем соңында. Бүйтіп ағызып. Әлі сұйық болып тұр. Қазір бізге кішкене қоюлау болу керек. Әлі де ұн қосамыз, яғни.
Oyna. Kanal getirdi. Міне тура осындай, дәл осындай тестада болып шығу керек. Кысайтой. Кеуа. Міне. Дәл осындай тестада шықса, онда сіздерде дұрыс. Егер сіздерде сұйық болып кетсе, тағы да ұн қосыңыздар. Қазір мен мынаны ыдыс жуатын жерге қойып қояйын. Енді достар, менде сковородкам осындай кішкене бұрынғылау. Енді бізге кәдімгі қасықпен сала берсек болады. Міне былай аламыз. Мына жаққа тряпка қойып қойдым, ағып кетсе, осы жерге төгіледі. Міне осылай ыдыс дайындап қоямыз. Сразу бұл тезірек піседі. Қазір сіз ыдыс алып алайын. Жан жағында уже осындай нелер шығып жатыр, мен ала беремін. Достар, сразу 4 жерге құйдым. Енді қазір аударамын, сол кезде көрсетемін. Мен мұнда бізде штатив жоқ, көрсете алмай тұрмын. Мінеки, мынау екеу кішкене қарайып кетті. Бірақтан жесеңіздер өте дәмді болады. Соңына дейін көріңіздер. Күшті рецептен шығады, достар. Примерно 35-40 штуктай шығады. Өте күшті дәмді прям. Осы рецептен міндетті түрде жасаңыздар. Соңына дейін көріңіздер. Уже дөңгелек шығып пісіп қалғанда ала береміз. Мінекей осылай дәмді болып пісіп жатыр. Менің панкейктерім өте дәмді болып шығады, достар. Өтінемін, соңына дейін қарап, қолдап кетіңіздер. Подписаться етіп, лайк басып, комментарияға өз ойларыңызды жазуды ұмытпаңыздар. Мынау арт жағы, мынау алды жағы піскен екі жері де. Сондықтан бұны алып қоя береміз. Енді мынаны қарайық. Мына жағы сәл-пәл пісіпті. Кішкене тұра тұрсын. Или ала берек. Мінекей. Міне енді гаганча пісіріп тастаймыз. Енді гаганча пісіріп тастайын, достар. Міне піскен. Өздеріңіз көріп тұрсыздар. Мінекей енді мына екеуін пісіріп тастайын. Міне примерно өте көп. Енді екінші дысқа мынаның бәрін салайық. Панкейк жасап істейік. Қараңдар, менің шашым не болып кеткен. Қазір панкейк туралы айта кетейін. Мынау менің соңғы панкейкім. Мына жерде 2 дыс толды. Енді қазір мынаны күтіп тұрмын. Бұл панкейк кішкене черныйлау болып кетті. Но ничего страшного, зато дәмді болады. Міне осылай болды. Қазір енді соңғы жағын, интересный, күшті жағын көрсетемін. Мен жаңа ғана магазинге барып келдім. Не үшін десеңіздер, қазір айтамын.
Созбай айтайын, мен озер алып келдім. Панкейктің үстіне шоколадты бүйтіп құйып жіберсең, өте дәмді болады. Соңына көрген адамдарға рахмет. Осыны айтқым келген. Өте дәмді болады. Қазір сіздерге қалай істеу керектігін көрсетемін. Өздеріңізге қандай шоколад ұнайды, сондай шоколадты қоса берсеңіздер болады. Главный орехтары жоқ шоколадтарды қосыңыздар. Мысалға, осындай простой молочный шоколадты алдым. Ішінде ешқандай сүті жоқ. Простой осындай шоколад. Осыны енді бір-бірден бөліп алу керекпіз. Осылай. Енді осыларды біз микроволновкаға 1 минутқа қоямыз. До конца еру керек. Және де көк палаткамен осылай или қасықпен араластырамыз сосын. Солай минут сайын араластырып тұру керек. Достар, міне примерно 15 секунд қалды, ала берсек болады. Біздің шоколадтарымыз еріп қалды, деп ойлаймын. Сәл-пәл еріпті. Енді қазір осыны араластырамыз. Осы қасықпен араластырамыз, саламыз, араластырамыз, саламыз. Короче, сұйық болу керек. Содан соң үстіне осындай кокосовая стружканы себетін боламын. Цветная. Достар, міне шоколадымыз уже еріген. Міне қарасаңыздар, қазір дұрыстап көрсетемін. Вот. Прям күшті еріген. Енді осыны ағыза берсек болады. Қазір қалай кесу керегінің барлығын көрсетемін. Достар, біз мынаны аламыз да, дыстан аламыз. Басын мына бұрышқа жинап аламыз шоколадты. Содан соң басын былай ұстап тұрамыз да. Былай аударамыз. Мына жақта тесік пайда болады. Соған осы бөлікті былай айналдырып кіргіземіз. Кімге түсініксіз, өздеріңізге ыңғайлы етіп буып алсаңыздар болады. Осылай, короче, буып алдым. Осылай бүйтіп құйған кезде ыңғайлы болу үшін маған. Мына жақта ауа болып бүйтіп тұрмау керек. Енді қазір бізде қайшы бар. Әдейі қазір сол арқылы кесетін боламын. Мына жақта менде пакеттер тұр. Міне достар, ұшын кесетін кезде былай кесеміз. Мына жақта, короче, мына жақта самый маленький кесе саламыз, кәдімгідей. Бірақ көп, қатты көп, үлкен қылдырып кешірмеңіздер. И осы салафанды мусорға тастаймыз, мен басып көрінбей тұр. Вот қазір енді бүйтіп істеп атқанды көрсетемін. Көрінбей қалса, достар, кешірім сұраймын. Осылай, короче, мен енді клубника шоколадымен айналысқанда осылай істегем. Уже кішкене опытныймын, білемін. Бәрін. Негізі бір штук озера жетеді екен, достар. Егер сіздерге Альпенгольд, Милка, тағы да басқа шоколадтар ұнаса, сол өздеріңіздің вкусына қарай, вкустарыңызға қарай. Короче, осылай простой қылдырып 4-3 қылдыра салдым. Мына жақта Азияның қарны ашып жатыр. Сіңілімнің қарны ашып жатыр. Енді мынау шоколадты бір бұрышқа жинап аламыз қайтадан. Енді жаңағындай тура істеп шығамыз. Жеткізу керек, достар. Қатты көп істеп жүрмеңіздер. Жай бүйтіп басу арқылы ағыза береміз. Өте дәмді болып шығады, достар. Бәде берем. Сіздерге қазір жеп жатқанымды көрсететін боламын. Бүйтіп бөліп іштерін. Кейде осылай сатып жұмыс істесеңіздер де тым етпейді. Міне, достар, шоколад бітіп қалды. Күйіп кеткен, піспей қалған панкейктер бар. Ничего страшного, дәмі главный дәмді болады. Мен бұл панкейкті бір рет емес, бірнеше рет пісірген болатынмын. Так что маған сеніңіздер. Енді осыны дастарханға қояйық. Мінекей дастарханның үстіне осылай қойып қойдым. Өте дәмді шығады, қараңыздар. Сіздерге дәмін көрсете кетейін. Мен мына жерде тістеп қойдым.
Осындай дәмді, прям мягкий, тестосы идеально болып шыққан, өте күшті панкейктер. Так что менің рецептіммен жасаңдар. Лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар. Егер тура осындай панкейктер шықса, комментарийға жазып кетіңіздер. Пока-пока.